Елордалық Алтыншар тұрғын үй кешенінің тұрғындары неге редакциясына өз базыналарын айтып шағымданды. Олардың сөзінше жыл басында жыр болған Allure Автоның ресми серіктесі Media City деп аталатын жарнамалық компанияның заңсыз әрекеті. Көп қабатты тұрғын үйдің шатырына тұрғындардың келісімін алмай аталмыш компания жарнама орналастырмақ болған. Біз білдік, біздің рұқсатымсыз 1 сентябрь күні жұмыс орнына тұрған біздің председатель Шерзот сол 1 сентябрь күні бізбен жиналыс жасамай тұрғындармен жаңағы рекламный щитқа қол қойыпты орнатылуға рұқсатсыз. Біз тұрғындар оны октябрь айында ғана білдік. Өткен жылдың соңында Намат көп қабатты тұрғын үй кешенінің шатырындағы металл қалдықтары әйел адамның басына құлап қайтыс болған болатын. Тұрғындар осы оқиға қайталана ма деп алаңдаулы. Құны 25 миллиондық жоба әкімдік тарапынан мақұлданған, алайда сол жарнаманың кесірінен тұрғын үйдің қабырғалары жарылып, жедел сатының жұмыс істеу қарқыны төмендеген. Осы этаждың адамдары айтты, мынандай трещина солар пайда болды деп айтты. Осы этаждың тұрғындары. Бұрын мындай болған жоқтында осы ұрғаннан бері осындай. Сосын біздің лифттер сына бастады. Күнде 1-2 лифт істемейді. Өйткені жаңағы төбеге қойған рекламный щиттан дұрыс істелінбегендіктен бе біздің лифттің ішіне су ағады екен. Жарнамаға тапсырыс беруші Allure Group компаниясының басқармалар кеңесінің құрамында қырғызстандық Асан Рыспендиевтің бары белгілі. Ашық дерек көздерде оны Маминнің сенімді серіктесі деп жазады. Мы узнали, что заказчиком является компания Allure Group, которая владеет автоцентром, прилегающих к зданию нашего дома. Такие высокопоставленные люди к этому имеют отношение, мы даже не были в курсе, но и нам, в принципе, не интересовались. Media City жарнама агенттігінің өкілдеріне сұрау салдық, бірақ мардымды жауап бермей сұрақтан жалтарды. Енді тұрғындар сотқа жүгінбек.